Сын сағаты. Сахнаға көз тіккен сансыз көрермен. Жұмыр жүрек толқып, дүрсілін дүркін қағат. Қазақ өнеріне қол соқтыру үшін жасалған қадам. Арқаңда зіл батпан. Белгілі қаламгер, драматург Дулат Исабеков Ресей көрермендерін бағындыру үшін тәуекелге барған тұсын осылай есіне алады. Петербордың театр ұжымы кеңестік жазушы Михаил Булгаковтың өміріне арналған Исабековтың Тор атты тырнақалды туындысын шебер сахналады. Қойылым соңы мадақ сөзбен ұласты. Жұрт жанарынан жас тамызған драматургке ұрылған шапалақтан құлақ тұнады. Тіпті ондағы мамандар қазақ қаламгеріне орыс тілінде пьеса жазуға ұсыныс тастаған. Орыс тілінде жазуға болады, бірақ мен қазақша түс көремін. Ал шығарманы түс көрген тілінде жазған әлдеқайда тиімді. Сонда ғана ол құнды болады. Ал орысша жазғанда мен қазақша ойлап аламын дағы оны орысшаға аударам. Ол аударма болып шығады. Сондықтан мен оны орыс тілінде емес, өзімнің ана тілінде, түс көрген тілінде я пишу на том языке, на котором я вижу сны деп олар қол саққан болатын, осындай дұрыс қой деп. Олар тек сұраған жоқ, сіз христиансыз ба, жоқ, мұсылмансыз ба дегенде сұрақ қойған. Риясыз күлкі. Бірақ осы жымиыстың астында ащы мұң жатыр. Исабеков іштегі тынжыны бүркемейді және бұқпантайлап жүргісі келмейді. Өйткені ол ұлтының бағына туған адам. Мұңлық пен зарлық. Дулат Исабековтың құнарылған топырақ атауы, оның тарпаң тағдырына тетелес келіп, етігіне ентелеген күйі етегіне жармасқан. Драматургтың тұрымтай шағындағы өмірін қан қасапқа баламасқа болмас. Өйткені шыреті фәни есігін ашқан бетте қан құйлы шайқасқа әкесі аттанды. Көп ұзамай, жүдеу жадау, жартылай жетім өскен өреннің анасында ажал жебесін тартқан адырна жалмап өткен. Мұндайда шақалақтай баланың жанарынан аққан әрбір жасы оның болашақ өміріне қышпен қаланатына ешкім иланбаса керек. Жоқ іздеген жазушы. Дулат Исабеков турасында сөз тарқата қалсаң, жөн білетіндер дәл осылай көсіледі. Сөздің астарында ақиқат жатыр ма деп ойлайсың кей кездері. Дұрыс айтасыз, өйткені өрлікті тудыратын жалғыздық екені белгілі. Жай ғана мысалмен айтайын. Мәселен, біз қазақ көкке құмартып, қыранға қызыққан, әңгөздікке әуес болған халықпыз. Ал балапан боп туып, бертін жас түлек боп өсіп, кейіннен қыран болып шығып, ақырында дүниеден қырандық қылып өту, бұл сайып келгенде құс төресінің тірліктегі мұраты. Адам да сондай. Сонда қалай? Енді қалай айтсам екен? Мәселен, адам өмірге адам болып келіп, өмірден адам болып өтуді мақсат етеді. Адами болмысын сақтап, адалдықтан ада қалмағандардың сапында Дулат Исабеков ірілердің ізін жалғап тұр. Ал іріліктің белгісі ірілерді іріктей білуінде. Жақсыны жар салмай, жаманды жасырмай айту да жаны жайсаң жандардың өжеттігі. Ондай қажыр қарымды қаламгердің бойынан табылады. Құрғақ шөппен ауыз сүртпейді, дұрысын рас, бұрысын қас қылып нұсқап көрсетеді. Тәуелсіздіктен кейін біздің әдебиетпен шаруамыз болмай кетті. Америкадағыдай өзің біл, Америкадағыны мысалға аламыз. Америка деген ол 300 жыл бойы оны жолға қойып қойған.
Ал біздің шығармаларымызды конкурентно способны дейтін бұл кірпіш заводын шығаратын завод емес. Бұл наубайхан емес. Міндет нан шығарсаң ертесінде жұрттар алатын. Бұл әдебиет. Ал әдебиетті конкурентно способны бола алмайды біздің әдебиет. Неге? Ұлттық әдебиет, ұлттық тілде жазылған шығарма еш уақытта бәсекелестікке қабілетті емес. Өйткені біздің қазақ халқының саны бүгінгі таңда 11 миллион. 11 миллионның 1 миллионы кітап оқымай ма? Ал Америкада 350 миллион. Ол ағылшын тілінде. Демек дүние жүзіне тарайды. Ал сонымен біз қалай біз конкурентно способны бола аламыз? Адам шамасын білу керек. Өмірден өнер жасау. Кешегі сөз зергері Зейнолла Қабдолов көзі тірісінде қаламгерлердің қара еңбегін осылай бағалап кеткен. Жазушылық жүре даритын дарын емес, ол туа бітетін тың талант. Өмірден көргеніңді тұнық зердеңе тоқып, оны қағаз бетіне түсіру бір бөлек. Бірақ сол парақтап саналған көлемді дүниені қойылым қылып сахнаға алып шығу тек суреткер жазушыларға тиетін енші. Дулат ағасы жазушылардың қасиетті нәрсесін соны халқына көрсетіп алшы бірінші. Мына қазақ халқының тақырыбы бұл, қазақтың тақырыбы бұл, кәдімгі нағыз, кәдімгі біздің өміріміз, біздің алдымыздағы әке-шешелеріміз соғысқа кеткен, көре алмай кеткен, айта алмай кеткен, немере шөбере, солардың сөзін шығармасының, кітабының атының өзі ең басы бірден біз соғысты көрген жоқпыз дейді. Осындай сөзбен актер экраннан айтқанда, жасы келген егде уже соғыс көрген, сол кездегі бала қазір үлкейген, біз соғысты көрген жоқпыз. Одан кейін қазіргі замана кішкентай бірден көрсетіп жіберді. Айтшы, тағы да бір кісіні, иә, сендер соғысты көрген жоқсыңдар. Қандай нәрсе жатыр? Осы екі ауыз сөзбенен қанша нәрсені ашып, Дулат ағаның қанша айтам деген сөзін қолынан сондай мықты режиссер болсаң келе алатын болса, осы екі сөзбен-ақ сериалың ба, қанша нема түсіріп экранға актерлар арқылы жеткізуге болады. Дулат Исабеков қауызын прозамен ашып, бертін драматургияға қалам тербеу жүрген дүлдүл. Оның алғашқы әңгімесі жолда «Замандастар» атты жинақта 1963 жылы жарияланған. Кейін «Бекет», «Ащы бала», «Мазасыз күндер», «Қара шаңырақ», «Тіршілік» повестер мен әңгімелер жинақтары «Қарғын» романы басылды. Таңдамалы повестері 2.20 деген атпен жарық көрді. Бір қатар шығармалары орыс тіліне аударылды, ал жекелеген туындылары поляк, чех, венгер, неміс тілдерінде жарық көрді. Ең қызығы, күлі ғұмырын қағаз шимайлап өткізіп келе жатқан жазушы әлі күнге драматургияның не екенін түсінбей келеді. Драматургия дегенді бәріміз айналысып жатырмыз ол жанрмен, бірақ драматургия деген не екенін әлі өзіміз түсінген жоқпыз. Әсіресе кинодраматургия деген не екенін көбісіміздің мұрнымызға иісі де бармайды, бірақ кино түсіреміз. Соны күйінде барып біздерде шала қазақ деген сияқты шала өнердің туындылары дүниеге бірінен соң бір келіп жатыр, бірінен кейін бір айнымайтын инкубатордан шыққандай қазақтың өмірінен гөрі, табиғатынан гөрі адамзатқа көбірек мойын бұрып кетеміз дағыны, сөйтіп қазақты жоғалтып аламыз. Ал драматургияның дәл қазіргі жағдайы әрине өте қиын, ауыр. Пьес жазатын драматургтердің саны тым аз. Ағасындағы жайлауымен қыстауға переселендер қоныстанбай. Оның әке-шешесі мен туған туыстары. Бұрын бір шоғыр болатын. Көбісі о дүниелік болып кетті. Қазір 4-5 қана драматург шығарма жазып жатыр. Олардың көбісі міне алды Қалихан Ысқақовтар 80-ге кетті. Әкім Тарази 80 жылдығын тойлап жатыр. Қалғанымыз міне 70-ден өтіп кеттік. Ал 40-тағы драматург жоқ. Бұл драматургияның болашағы жоқ деген сөз. Ал енді жоқ деп отыра береміз, бұған не істеу керек? Бұл сұрақ кәдімгі Гомеровский сұрақ, кәдімгі Гамлеттің сұрақтары.
шекспировский вопрос: быть или не быть драматургии. Қадау үркөрдің шоғырындай болған Исабеков өзіне дейінгі қазақ драматургтерінің ізін жалғап, қасиетті өнерді өшірмеу үшін тер төгіп келеді бүгінде. Өйткені өз өнеріңді өзің жаңғыртпасаң, өзгенің келіп өркендетпес анық. Дулат шығармашылығының барлығы алдымен өз өмірінен, артынша қоғам құбылысынан жасақталған. Драматургияның жолы ауыр, бұл жанр жаяу жанр. Бұл эстрада емес, самолетпен ұшып барып келеді. Бұл бір театрдан екінші театр, ол театрдың егер Англияда фестиваль өтетін болса, кетті ол дүниесіне. Ал соға жету үшін қанша уақыт керек болды. Тіпті мына өзіміздің мына Түркияға менің пьесам жету үшін, ана пьеса қойылды ғой енді, мұрагерлер. Соның өзіне 28 жыл керек болды. 28 жыл бұрын мен неше дедім? 35 пен 40 ішінде. Сол кезде қойылғанда дейсің ғой, бірақ енді жетті соларға. Сондықтан драматургияның жаяу жанр дейтінім сол. Дулат Исабековтың қазақ драматургиясы сөніп барады деп қарап отырғысы жоқ. Ол әл дәрмені барда, халқына әлі талай пьесаны да, талай оқулықты да тарту етеді. Бәлкім, киносценарий жазуда ықтимал. Таңданудың қажет жоқ. Өйткені жазушының осыған дейін 3 бірдей шығармасы желісінде кино түсірілген. Атап айтқанда, Исабековтың Гауһар тасы, Дерменесі мен Тауқыметі енді оқырманмен емес, көрерменмен көгілдір экранда табысқан. Барлығы да сәтті шықты деп айтуға негіз бар. Әсіресе Гауһар тас фильмі бүгінгі буын көрермендерін де бейжай қалдырмады.